Күн қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге 4000 сағат қаралымды тез жинауға болатын жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ең бірінші біз өзіміздің YouTube каналымызға кіреміз. Үстінен басып кіргеннен кейін видео дегенді басамыз. Өздеріңіздің жүктеген видеоларыңыз шығады. Сол жерден бір видеоңызды таңдап аласыз. 3 нүктені басасыз, тұсындағы добавить плейлист дегенді басамыз. Осы жерде выберите плейлист, смотреть позже, готово дегендер шығып тұр. Осы жердегі новый дегенді басамыз. Название деген жерге атын жазамыз. Мысалға 4000 сағат. Доступ кімге, кім көре алады, для вас деген өзіңіз ғана көре аласыздар. По ссылке деген ссылкамен ғана көре алады, для всех деген барлығы көре алады деген сөз. Сондықтан для всехті басамыз. Создать дегенді басамыз. Плейлист создан, перейти к плейлисту деп шығады. Үстінен басып кіреміз. Кіргеннен кейін өздеріңіздің жүктеген видеоларыңыз шығады. Сол жерде тұсында воспроизвести все деген шығады. Соны басып ашамыз. Және де телефондарыңызды бір күнге немесе жарты күнге дауысын өшіріп қосып қойсаңыздар болады. Осы өздеріңіздің видеоларыңызды өздеріңіз көресіздер. Солай сағат айналады. Осылай воспроизвести всені басқаннан кейін астында мына бір стрелканы басамыз. Бұл стрелка өз-өзін айналдырып қаралым жинап тұрады деген сөз. Мына видео біткеннен кейін қайтадан басталып, қайтадан қаралады, қайтадан басталады, қайтадан қаралады. Солай видео көрілім жинай береді. Сағат уақытыңызда көбейе береді. Тез-тез сағат жинау үшін осылай видеоны айналдырып қойып қойсақ болады. Және осының қасына басқа да видеоларыңызды плейлистке қосып қойға болады. Ол үшін мынаны өшіріп шығамыз. Бұл сақталып тұра береді. Қайтадан жаңағы видеоларымызға кіріп, тағы бір видео таңдаймыз. Добавить плейлист. Жаңағы біздің құраған 4000 сағатымыз шықты. Соның астына тағы 2-3 видео қосып қойсаңыздар болады. Соның тұсындағы птичканы басып, готованы басамыз. Және де плейлистке кіріп көреміз. Плейлисттің үстінен бассақ, жаңағы 4000 сағат деген видеомыз шықты. Ол жерде міне 2 видео жүктедік. Осы 2 видео бірінен кейін бірі қайтадан айналып көрілім жинап тұра береді. Мына видео біткеннен кейін келесі видео ашылады. Ол көрілім жинағаннан кейін қайтадан мына видео ашылады. Солай уақытпен тоқтамай айналып тұра береді. Ол үшін телефондарыңызды өшірмей қосып қоюларыңыз керек. Және міндетті түрде мына стрелканы басу керек.